Изо сызықтар мен контур сызықтарының негіздері картографияда жер беті мен атмосфералық құбылыстарды бейнелеудің ең маңызды құралдарының бірі изо сызықтар. ISO префиксі грек тілінде тең дегенді білдіреді, яғни бұл сызықтар картадағы бірдей мәнді нүктелерді біріктіреді. Изо сызық дегеніміз не? Анықтама: контур сызықтары картада бірдей мәнге ие изо сызықтар нүктелерді қосу арқылы жасалатын ойдан шығарылған сызықтар. Олар жер бедерінің, температураның, қысымның және басқа айнымалылардың үздіксіз таралуын екі өлшемді кеңістікте көрсетуге мүмкіндік береді. Негізгі иілер сызықтар бір-біріне жақын болса, тікбеткей сызықтар алшақ болса, жайпақ беткей сызықтар ешқашан қиылыспайды. Әр сызық белгілі бір мәнді білдіреді. Жабық сызықтар төбелерді немесе шұңқырларды көрсетеді. Тарихи маңызы: изо сызықтар тек жер бедерін бейнелеумен шектелмейді. Тарих бойы ғалымдар бұл құралды түрлі зерттеулерде қолданған. Париж картасы. Париждің алғашқы карталарында изоляттар физикалық географияны емес, қаладағы халықтың таралуын бейнелеу үшін қолданылған. Эдмонд Галлий. Астроном Эдмонд Галлий, Галлий кометасының ашушысы, изоляцияларды магниттік ауытқуларды картаға түсіру үшін пайдаланды. Доктор Джон Сноу. 1854 жылы Англиядағы тырысқақ эпидемиясын зерттеу кезінде доктор Сноу изоляттарды ауру ошақ анықтауға қолданды. Атмосфералық және климаттық изо сызықтар. Ауа райы мен климатты зерттеуде изо сызықтар ерекше рөл атқарады. Метеорологтар оларды ауа қысымын, температураны, жауын-шашынды және жел жылдамдығын картаға түсіру үшін кеңінен қолданады. Изобар. Атмосфералық қысымы бірдей нүктелер деді. Ауа райы болжамындағы ең маңызды сызықтардың бірі. Изотах. Жел жылдамдығы бірдей нүктелерді білдіреді. Авиация мен теңіз навигациясында маңызды. Изотерма. Температурасы бірдей нүктелерді білдіреді. Климаттық карталарда жиі кездеседі. Изохет. Жауын-шашын мөлшері бірдей нүктелерді білдіреді. Агроклиматологияда кеңінен қолданылады. Температураға қатысты изо сызықтар. Изотер. Жазғы орташа температураның тең нүктелерін білдіреді. Изогеотерм. Орташа температурасы бірдей нүктелерді білдіреді. Жер асты температурасын зерттеуде қолданылады. Изохейм. Орташа температураның тең нүктелерін білдіреді. Изодротерм. Шық нүктесі бірдей нүктелерді білдіреді. Ылғалдылықты бағалауда маңызды. Су және мұхит изо сызықтары. Гидрография мен океанографияда су қоймаларының тереңдігін, температурасын және тұздылығын зерттеу үшін арнайы изо сызықтар қолданылады. Изобат. Су астындағы тереңдігі бірдей нүктелерді білдіреді. Батиметриялық карталардың негізін құрайды. Теңіз навигациясы мен су асты құрылыстары үшін өте маңызды. Изобаттерм. Тең температурадағы судың тереңдігін білдіреді. Мұхит ағыстарын және су массаларын зерттеуде қолданылады. Изохалин. Мұхиттағы тұздылығы бірдей нүктелерді білдіреді. Океанографиялық зерттеулерде су массаларының қозғалысын бақылауға көмектеседі. Уақыт және қашықтық изо сызықтары. Уақытты бейнелеу. Кейбір изо сызықтар кеңістіктегі уақыттық өзгерістерді картаға түсіруге арналған. Бұл сызықтар белгілі бір оқиғаның немесе процестің қашан болатынын көрсетеді. Изохрон белгілі бір нүктеден уақыт бойынша бірдей қашықтықтағы нүктелер, мысалы тасымалдау уақыты. Изофен биологиялық оқиғалардың бір уақытта болатын нүктелері, дақылдардың гүлденуі. Изопектикалық әр күзде мұздың бір уақытта пайда болатын нүктелері. Изотак әр көктемде мұздың бір уақытта ери бастайтын нүктелері. Экономикалық және әлеуметтік изо сызықтар. Изо сызықтар тек табиғи құбылыстарды ғана емес, адам қызметімен байланысты экономикалық көрсеткіштерді де бейнелеуге қолданылады. Изодатан. Өнімдерді өндірістен нарыққа дейін тасымалдаудың тең шығындарының нүктелерін білдіреді. Логистик экономикалық географияда қолданылады. Изоплет. Халық саны сияқты сандық мәні бірдей нүктелерді білдіреді. Демографиялық карталарда кеңінен қолданылады. Изотим. Шикізат көзінен тең тасымалдау шығындарының нүктелерін білдіреді. Өнеркәсіп орналасуын жоспарлау маңызды. Изоглос.
Тілдік ерекшеліктерді бөліп тұратын сызық. Диалектология мен тіл географиясында пайдаланылады. Арнайы және сирек кездесетін изосызықтар. Картографияда мамандандырылған салаларда қолданылатын бірегей изосызықтар бар. Олар магнетизмнен бастап радиацияға дейінгі құбылыстарды бейнелейді. Изохазма. Полярлық шұғылалардың тең қайталану нүктелері. Изод. Сәулеленудің бірдей қарқындылығы бар нүктелер изогоналды. Магниттік ауытқуы бірдей нүктелер. Изохель. Күн сәулесінің тең мөлшерін алатын нүктелер. Изохум. Ылғалдылығы бірдей нүктелер. Изонеф. Бұлт жамылғысы бірдей мөлшері. Изоплат. Қышқылдығы бірдей нүктелер, қышқыл жауын шашын. Изопор. Магниттік ауытқудың жылдық өзгерісінің тең нүктелері. Изостера. Атмосфералық тығыздығы бірдей нүктелер. Негізгі қорытындылар. Изосызықтар картографияның іргетасы. Олар күрделі үш өлшемді деректерді екі өлшемді картада түсінікті түрде бейнелеуге мүмкіндік береді. Бұл үш негізгі тұжырымдама изосызықтарды түсінудің кілті болып табылады. Анықтамасы, қолданыс аясы және оқу ережесі. 28. Изосызық түрі. Картографияда қолданылатын ресми изосызықтар саны. 1854. Тарихи жыл. Джон Сноу тырысқақ эпидемиясын изоляттармен зерттеген жыл. Шексіз қолданыс саласы. Географиядан медицинаға дейінгі шексіз мүмкіндіктер. Есіңізде болсын. SO префиксі грек тілінде тең дегенді білдіреді. Бұл барлық изосызықтардың ортақ белгісі.